Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, біз бүгін ұбт-да кездесетін 200 есепті талқылайтын боламыз. Бірінші есебіміз тригонометриялық теңдеу. Косинус квадрат x азайтылған 2 косинус x қосылған 1 тең 0 деген бізде теңдеу берілген. Біз бұл есепті қалай шығарамыз? Біз тұрамызды мынау косинус x-тің орнына t деген жаңа айнымалы енгіземіз. Сол кезде есебіміз t квадрат азайтылған 2t қосылған 1 тең 0 деген жағдайға келеді. Енді қараңыздар, біз мынау бізде квадрат теңдеу. Значит, мен тұрып дискриминантпен шығарсам болады, немесе мынау бізде қысқаша көбейту формуласын береді. Т минус 1-дің квадратын. Яғни осы жерде т тең 1 деп аламыз. Т бізде 1-ге тең болатын болсам, мына жаққа орнына қоятын болсам, косинус x-та менде нешеге тең? 1-ге тең деген сөз. Ал енді сіздерге сұрақ. Косинус қай градуста 1-ге тең болады? Соны білуіміз керек. Косинус бізде 0 деген градуста 1-ге тең болады, және бұл әр шеңбер сайын, яғни 2 пика қосылады. Сондықтан жауабы не болады? 2 пиканың өзі, яғни Б жауап нұсқасы. Барлығы түсінікті болса, лайк басып комментарий қалдыр.